Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube каналы. Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте ерекше, отбасы мүшелерін таң қалдыратын, етсіз котлет жасайтын боламыз. Иә, дұрыс естідіңіздер, етсіз котлет. Үйіңізде ет қалмай қалды, не істеймін деп уайымдаудың қажеті жоқ. Үйдегі ең қарапайым бар заттардан осылай дәмді кешкі ас немесе түскі ас әзірлеуге болады. Осылай алдын ала дайындап қайнатылған картоптарымызды езіп алатын боламыз. Міне, картоп түгелді езілу керек, және оның үстіне піскен, яғни қайнатылған гречканы қосуға болады. Қалауларыңызша, және теркадан осылай сәбізімізді де өткізіп аламыз, оны да қосып жібереміз. Және сарымсақ, яғни чеснок міндетті түрде қосылу керек, себебі әдемі дәм береді және ерекше иіс береді. Негізі жалпы етпен жасайтын котлеттерге де біздер осылай сарымсақты қосамыз, себебі сарымсақтың котлетке берер дәмі өте ерекше. Осылай майдалап турасаңыздар да болады, немесе арнайы осындай сарымсақты езетінде құралдар бар, соны пайдаланып майдалап езіп қосуға да болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей турап аламыз. Одан соң ас көктерден қалауларыңызша укроп, петрушка немесе көкпияз қосуға болады. Үйдегі бар көкпияз болғандықтан біз осылай көкпиязды пайдаландық және майдалап турап аламыз. Міндетті түрде майда туралғаны маңызды. Барлығын осылай салмамызға қосамыз. Үстінен жұмыртқамызды қосамыз. Жалпы жұмыртқаны сіздер қанша салма пайдаланып жатырсыздар, соған қарап қосуға болады. Біздер осы салмаға 2 жұмыртқа пайдаландық. Татымына қарап тұз қосасыздар. Және қара бұрыш. Қара бұрыштың қасына паприканы немесе қызыл бұрышты қосуға болады. Бұрыштардың да котлетке берер өзіндік ерекше дәмі бар. Және соңынан осылай панировочный сухариді де қосып жіберуге болады. Егер үйлеріңізде бар болса, жоқ болса, қатқан нандардан осылай нандарды езіп панировочный сухари жасауға да болады. Жоқ, олай уақытым жоқ дейтін болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Яғни жұмыртқа және гречканың өзі негіз бір-біріне бірігіп бірге алады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араласу керек. Міне жақсылап араласқандықтан осындай бір-біріне біргетіндей масса дайын болады бізде. Дайын болған массаларды осылай қасықпен форманы жасап біріктіріп бір-біріне алдын ала дайындап аламыз. Міне осылай дайын болды. Дайын болған котлеттерімізді табамызға саламыз. Астынан осылай пергамент төсеп қоюға болады. Жабыспас үшін әрине. Және 180 градус пеште 25-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Астын жай қойып пісіру керек. Міне дайын болды. Енді иісі деген өте әдемі шығып тұр. Жаңа айтқандай, сарымсақтың иісі деген аңқып бара жатыр. Түрі өте ерекше, дәмінің өзін міндетті түрде жасап қана жеп көру керек негізі. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Дастарханға қонақ келсе де ұялмай котлеттің бір түрі ретінде қоя беруге болады. Немесе қасына кешкі асқа гарнир қосып
кешкі ас ретінде беруге де болады. Міне арасының барлығы түгел піскен, себебі барлық құрамындағы барлығы қайнатылған заттар болғандықтан. Қаймақпен немесе майонезбен жеуге болады. Біз қаймақпен дәмін көрдік, енді дәмі супер. Просто жасап көру керек. Ал ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер және ойларыңызбен комментарияда бөлісіңіздер.